Еліміздің кәсіпкерлері Еуразиялық экономикалық одақтың жұмыс барысына өз ұсыныстарын енгізе алады. Бұл туралы бүгін шетел сарапшыларымен өткен жиын барысында Ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов мәлімдеді. Оның айтуынша, Еуразиялық одақ бұл бүгінгі және болашақпен өлшенетін күрделі мега жоба. Оған Беларусь, Қазақстан, Ресей қатысуда. Енді бұл тізімге Қырғызстан мен Армения елдері қосылмақ. Осындай интеграциялық бірлестік құрылған кезде әртүрлі мемлекеттердің күш-қуаттары, әлеуеттері, мүмкіндіктері бір арнаға тоғысады. Бұл ретте бәсекелестік туындап, экономикалық даму болады. Ендігі мақсат өзара тәжірибе алмасып, проблемалық мәселелерді бірлесе шешу. Ресей тарапының көптеген шаралар арқылы кедергілер пайда болып жатыр. Біздің жаңа автомобиль шығаратын енді утиль жинауы дейді. Утиль жасайды деп, жаңағы 20%, 15%-ға дейін біздің сатылған, Ресейге сатылған автомобилімізден үстінен қосымша салық туралы сондай үстінен алып жатыр. Бұл әрине бізге үлкен кедергі. Кеден одағы әрине бізге пайдалы, жаңа Ресейдің нарығына кіру. Бірақ сол туындап отқан кедергілерді біздің үкімет тарапынан, сосын мына жаңа құрылған барлық үш үкіметтің төбесінен құрылған Еуразиялық комиссия сол мәселелерге көңіл бөліп, соны тезірек шешу керек.